Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жеміс ағаштарын будандастыру жайлы айтамыз. Енді бұл жерде будандастыру болғанда өрікті шабдалы жеміс ағашына будандастырамыз. Одан алдын сіздер Жомарт бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарийға қоя берсеңіздер болады. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Видеоларымызды өткізіп алмаңыздар. Каналға тіркелсеңіздер, біздің жаңадан шыққан видеоларымыз сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Енді мына қолымдағы өріктің шыбығы, енді осыны мына шабдалы жеміс ағашына будандастырамыз. Енді ол үшін алдын мына шабдалының бір бұтағын таңдаймыз. Енді өткен жылғы будандастырғандарымнан, тәжірибемнен алғанда, осындай центральный бұтақтарға да будандастырғанмын. Мынандай өзіне қарайлас бұтақтарға да будандастырғанмын. Соның ішінде осы өзіне қарайлас бұтақтарға будандастырған жақсы болатын сияқты. Өйткені осындай өзіне қарайлас бұтақтарға будандастырғанның көбісі ары қарай алып кетті. Мынандай центральный жуан бұтақтарға будандастырғандарым қатты ондай ары қарай алып кете алған жоқ. Соның үшін енді осындай өзіне қарайлас бұтаққа будандастырамыз. Мінекей мынаны таңдап алдық. Енді осыны басынан кесеміз. Мінекей. Енді қолымыздағы мынау өріктің шыбығының басын жақсылап үшкірлейміз. Қолымыздағы пышағымыз өткір болу керек. Бір жағын кішкене төмендеу, бір жағын сәл жоғарылау қылып үшкірлейміз, жақсылап жіп-жіңішке қылып. Мінекей. Әдемілеп үшкірледік. Енді осының екі жағының да кішкене жоғарылау қабықтарын алып тастаймыз. Енді мына жаңағы кескен мына шабдалдағы бұтағымызды ортасынан пышақпен жарамыз. Өте абай боламыз қолымызда. Осылай ортасынан жарып аламыз. Енді осы жаңағы дайындаған шыбығымызды осының арасына әдемілеп кіргіземіз. Көргеніңіздей өте әдемі қылып кіргіздік. Осылай кіргіземіз. Екі жағын бірдей болып тұрған дұрыс болады екен. Кіргізіп алдық. Енді осыны кішкене ылғалдап су шашып жібереміз. Сосын жақсылап осындай пакетпен тас қылып әдемілеп орап тастаймыз. Жақсылап ораймыз. Бастан аяғынан бәрін ораймыз. Жақсылап орап, тас қылып байлап тастаймыз. Және де оның үстіне кішкене ылғалдап қойсақ болады. Осылай тез-тез ылғалдап тұруымыз керек. Мінекей. Осылай жеміс ағаштарыңызды будандастырсаңыз болады. Енді ары қарай күтеміз, не болатынын анда-санда ылғалдап тұрамыз. Ары қарай алып кетуі әбден мүмкін. Осылай жеміс ағаштарыңызды будандастырыңыз. Жемістеріңіз көп болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Видеоларымызды өткізіп алмаңыздар, аман сау болыңыздар.